Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп qfutbol.kz-ке қосылып, футзалды тамашала. Ассаламалейкум қадірменді көрермендер, барша футзал сүйер жанкүйерлер. Qfutbol арнасының тікелей эфирінде футзалдан Қазақстан чемпионатының 12-ші тур аясындағы матч. Назарларыңызға Каспий мен Астана командаларының текетіресін ұсынамыз. Бұл Ақтау қаласы, BS Арена спорт кешені. Ал матч тізгінінде мен арқалық қуанған. Бүгін 17 Алихан Сайранов, 55 Мирас Мұрат, 70 Қуанышбек Кенес, 99 Ильяс Бердалин. Төрешілік сұраушы алында кездесу басталды. Ойын бастала сала алаң қонақтары Астана футзал клубы допқа иелік етуде және өздерінің сырт тобында Алатау, BS Строй және Ақтөбе ұжымдарымен күш сынасса да тамаша соққылардың бірі міне. Команда капитаны Ерлан Каракулов. 24 жастағы жас ойыншы сырықша алды. Даниил Карпюх! Қандай соққы! Тамаша! Қандай мінекей айттық қой. Даниилдің осы ойындағы соққылары өте керемет және гол! Есеп ашылды. Тамаша соққы алыстан бағыттаған Даниилдің керемет соққысы қақпа торын тулатты. Осылайша бірнеше жылы жұмыс істеді. Кейін 2023 жылы Өзбекстандық БМБ ФК сапында қызмет атқарды. Қазір гол соғылды. Есеп 0-2. Кайо! Гол! Тамаша гол. Қазір қонақтар есепті ұлғайтты. Бұл Матеус Кайо. Әдем орындалған шабуыл. Қазір қайталап көреміз. Бұл Ильяс Бердалин қақпаға тепті. Ерлан Каракуловқа, Ерлан Дугласқа, Дуглас арғапталдағы ойыншылар шабуылға араластырды. Дуглас рейси бар, Дуглас Ерланға, Ерлан! Қазір қандай гол! Капитан есептің сартта 1-2 міне. Бірінші таймның соңғы минуттарында алаң иелері өз дегендеріне жетті. Ерлан Каракулов. Ойнап жүрген ойыншылардың, футболшылардың бірі қазір қауіпті болуы мүмкін. Равшан Кайоға, Кайо. Сайрановқа, Сайранов. Мәжитов Серік арқылы, Серік Мәжитов ортаға қарай қалдырды. Гол! Алихан Сайранов есепті ұлғайтты міне. 1-3. Елордалық команда екінші таймның басында гол соқты. Алды Соуза. Шабуылға араласты. Дуглас Рейси! Қандай гол! Гол! Капитан Ерлан Каракулов бүгінгі ойындағы екінші голын соқты және есеп қысқарды. 2-3 міне. Ерлан Каракулов осындай сәтте командасына көмекке келеді. Өйткені бұл Соуза қателеспеу керек бұл жерде. Каспийге мейлінше гол! Каспий есепті теңестірді. Қадірменді көрермен. Міне нағыз намыс, нағыз ерік жігер. Қазір алаң иелері таразбасын теңестірді. Дуглас Александр Серегин арқылы пас өткен жоқ. Қазір қарсы шабуылдар Астананың орындауында жүзеге аспады. Дуглас Рейси. Пас! Гол! Каспий есепте алға шықты. Осы ойында алғаш рет алаң иелері міне есепте алға шықты. Қандай тамаша гол! Ал бұл жерде гол соққан Бетауа тәуекелге барып отыр. Мүмкіндік бар. Гол! Алихан Сайранов қазір есепті теңестірді. Міне Астана тағы да есепті теңестіріп отыр. Керемет
Ал қазір осылайша төрешінің сырығы шалынды, матч аяқталды. Есеп 4-4, екі команда өте тартысты кездесуде тең түсті. Ғаламат ойын, бұл ойынды көрген де арманда, көрмеген де арманда. Футболшылар әрине аянып қалмады. Ақтаудағы BS аренада өткен кездесу барша жанкүйерлердің көңілінен шықты деп ойлаймыз. Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп qfutbol.kz-ге қосылып, футзалды тамашала.